Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің отбасым, дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоямыз, немесе қойылған сұраққа жауап береміз. Жазу жолына әріп элементін жазып үйренеміз. Мына жұмбақты шешіп көрейік. Дөңгелек өзі, төртеу көзі, ұстайды мықтап, тұрғанды сырттап. Бұл не балалар? Әрине, түйме. Оқушылар, бүгін түйме туралы мәтінмен танысамыз. Ендеше мұқият тыңдайық. Бүгін Әсеттің сырт киімінің бір түймесі үзіліп қалды. Ол әжесінен қадап беруді өтінді. Әжесі Әсетті ине жіп тауып әкелуге жұмсады. Көзінің нашар көретінін айтып, инені сабақтатты. Сонан соң Әсетке түйменің орнын тапқызды. Оны көрсетіп отырып, орнына қадатты. Енді оқушылар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әсет әжесіне қадалған түйме үшін не деуі мүмкін? Дұрыс айтасыңдар. Әсет әжесіне рахмет әжетай дейді. Әжесі немересіне не дейді? Әжесі немересіне балапаным, ақылдым менің дейді. Әсет қандай бала? Әсет әдепті бала. Сонымен біздер қандай әдепті сөздерді білеміз? Дұрыс айтасыңдар. Әдепті сөздер рахмет, кешіріңіз, алғысымды білдіремін, өтінемін, қош келдіңіз, сәлеметсіз бе? Ендеше балалар, осы әдепті сөздерді біз қай кездерде қолданамыз? Дұрыс айтасыңдар. Амандасқанда, кешірім сұрағанда, алғыс айтқан кезде, өтініш білдіргенде, қоштасқанда қолданамыз. Оқушылар, мына суретте қандай баланы көріп тұрсыңдар? Қандай әдепті сөзді қолдануға болады? Дұрыс айтасыңдар. Бала қарт әжеге көмектесіп, әдептілік танытты. Әже, өркенің өссін, деп батасын берді. Әдепті бала таза жүреді, үлкен кішімен сәлемдеседі. Қарт адам кездессе, көмектеседі. Есенсіз бе әже? Деп амандасады. Ал әдепті балаларға үлкендер батасын береді. Мына сурет туралы не айтар едіңдер? Әдепті бала автобуста үлкендерге орын береді. Ал әдепсіз бала қарт адамға орын ұсынбайды. Қандай әдепті сөзді қолданды деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Сәлеметсіз бе әже? Отырыңыз. Жарайсыңдар оқушылар, әдепті сөздерді жақсы біледі екенбіз. Ендеше не істеу керек? Ойынын ойнайық. Қане, бірге қайталайық. Үлкен кісіні сыйлау керек. Үлкеннің тілін алу керек. Үлкендерге сәлем беру керек. Кішілерге қамқорлық жасау керек. Оқу құралдарын күтіп ұстау керек. Енді балалар, дәптерімізді ашып, дұрыс, көркем етіп жазайық. Орны ауысқан әріптерден сөздер құрайық. Қандай сөздер шықты?
тілім, ілім. Кәне, сөйлем құрап көрейікші. Бір тілім нан. Ілім деген оқу білім. Оқушылар, бүгінгі сабақта мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап бердік. Дыбысы мен әрпінің ерекшелігін білдік. Ақылды үкі арқылы өз-өздеріңді бағалап жіберіңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.